Ертеде бір айлакер қоян болған екен. Бір күні ол қалың бұталы сайды аралап келе жатады. Апаның аузына алқынып шаршап отырған аюды көреді. Қалқиып алдына тұра қалып оны мазақтап, «Әй Қорбаңбай, Қорбаңбай, күнің қара болған-ай» деп әндете бастайды. Оның бұл қылығына ыза болған аю тап берген кезде қоян зыта жөнеледі. Түбір-түбіртектен арғып ұстатпай кетеді. Сол бетімен әр жерде жүрген қояндарды жинап алады да, «Жүріңдер, мен сендерге бір қызық көрсетейін» дейді. Ол қандай қызық деп сұрайды. «Еріңдер соңымнан, барған соң білесіңдер». «Жүр ендеше» деп басқа қояндарды соңынан ілестіреді. Сытырлаған, сыбырлаған естіген аю қалың бұтаның арасына тығыла қалады. Әлгі аюды апанның жатқан шығар деп ойлап, «Әй Қорбаңбай» деп «Тыңда» дейді де, әндете өлең айтуды тамағын кенейді. Сол кезде тасада тұрған аю шап беріп қоянның құлағынан ұстап алады. «Бәлем, түстің бе қолға» деп. Қоян: «Аю аға, жаңағы ағаттығым үшін кешірім сұраймын» дейді, жалбарына айғайла бастап. «Мына қояндарды куә болсын деп әдейі ілестіріп әкелдім». Мұны естіген аңқау аю солай ма еді деп қоянды босата қояды. Осылай айлакер қоян тағы да амалын асырады екен.